Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін күріш суымен үй жағдайында қалай арықтауға болатынын айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Артық салмақтың негізгі себебі көп жағдайда қарынның созылуы болып жатады. Ал қарын көп жегеннен созылғаннан кейін одан әрі көп тамақ жей беруге тәует ашылып тұрады. Сондықтан қарынның созылуын тоқтату керек. Ал ол үшін жейтін тамағының бір реттік өлшемін, яғни порциясын азайтқан жөн. Осылайша табиғи жолмен арықтауға болады. Сондай-ақ қарын кішірейіп өз мөлшеріне келеді. Ас қорыту процесінің де жұмысы дұрысталады. Ол үшін мен сіздерге 5 ас қасық диетасын ұсынамын. Үй жағдайында қалай 5 ас қасықпен 7 күнде 8 кг артық салмақтан арылуға болады айтатын боламын. Артық салмақтан айырылуға тез көмектесетін әдістердің бірі күріш диетасы. Күріш тойымды, дәмді әрі пайдалы тағамның бірі. Оның құрамында В тобының дәрумендері, амин қышқылдар мен микроэлементтер, жасұнық және басқа да тағы пайдалы заттар бар. Диета үшін кәдімгі ақ күріш емес, буланбаған қоңыр күрішті пайдаланған жөн. Оны ағзаға пайдасы мол. Классикалық диетаны ұстанатын адам 1 стакан күрішті қайнатып күніне 3 рет жеу керек. Оны дайындау барысында тұз қосуға болмайды. Күріш мәзірмен қоса арасында 200 грамнан артық болмайтындай етіп, етті балықты қайнатып жеп тұруға да болмайды. Оны газы жоқ су немесе көк шаймен бірге ішіңіз. Бұндай диетаның мерзімі 1 апта, қайталағыңыз келсе, кемінде 1 ай күтуіңіз керек. Таңғы асқа күріш ботқасын қайнатып, қантсыз жеу керек. Түскі асқа күрішті тұз қоспай пісіріп жеңіз. Екінші күні қайтадан 1 стакан күріш қайнатып жеңіз. Таңертең аш қарынға күріш жеп алып, одан кейін 2-3 сағаттан кейін ештеңе жемеңіз. Түскі асқа майлы емес қайнаған ет немесе балық жеуіңізге болады, егер де күріш тым бездіріп жібереді десеңіз. Ал кешке ет немесе балық қосылған көкөніс салатын жасап жеуге де болады. Сонымен қатар әртүрлі сорпа жасап тамақтануға да болады, тек қана күрішпен емес. Ең бастысы тағамыңыз майлы болмауы керек. Үшінші күні жоғарыда аталған мерзімді қайталауыңыз керек. Балықтың орнына тауықты қайнатып жеуге де болады. Ал 4-ші күні көкөністерді қайнатып күрішке қосып жеңіз. 5-ші күні бірнеше көкөніс салатын жасап жеңіз. 6-ші күні күрішке етті қайнатып қосып тамақтаныңыз. Ал 7-ші күні күріштен басқа ештеңе жеуге болмайды. Күріш диетасын ұстанатын болсаңыз, дәрумендер жайында да ұмытпағаныңыз жөн. Мейлінше жиі көкөніс салаттары мен жеміс-жидек жеп тұру керек. Күріш диетасын ұстанғыңыз келсе, осы тәртіппен ұстаныңыз. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.